Ассалаумағалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Сіздермен бірге мен Ақмарал Қайратқызы. Бүгін осындай әдемі сарафан тігіп үйренетін боламыз. Бұған керек 1,5 метр трикотаж матасы. Алдын ала пішіп алдым, 48 размер. Бірінші үстіңгі бөлігін қосамыз, алдыңғы бөлігін қосамыз, одан кейін планка тігеміз. Қазір алдымен алдын қосамыз, одан кейін астыңғы бөліктерін қосып шығатын боламыз. Осылай қосып аламыз. Алдымен қалтасын тігетін боламыз. Мынау планка әдемі болу үшін тесма, өздеріңізге ұнаған тесманы алып, тігіп, аберлоктап, оңғаратып, үстінен 0,1 строчка жүргізіп шығамыз. Одан кейін осы қалтаның орнына қойып тігеміз. Міне осылай тігіп шықтым. Үтіктеп, оң бетінен 0,1 строчка жүргізіп шығатын боламыз. Міне тігіп шықтым. Енді қалтаның орнына қоятын боламыз. Оң жағына қаратып, қалтаны қойып шығамыз. Осылай қоямыз. Қалтаның тұсына екіншісін екінші жағына қоятын боламыз. Алдымен төменгі жағын сызып алып, 1 сантиметр тігіп шығамыз. Екінші жағында дәл солай сызып, 1 сантиметр тігіп шығамыз. Аударамыз, үтіктейміз, аударамыз, одан кейін жан жағына қосатын боламыз. Міне сызып шықтым. Енді осыдан 1 сантиметр тігіп шығатын боламыз. Осылай 1 сантиметр тігеміз. Міне тігіп шықтым 1 сантиметр. Енді аударам. Жақсылап үстінен үтіктейм. Одан кейін жанын қосатын боламыз. Міне үтіктейміз. Жақсылап басып үтіктеп аламыз. Енді үстіңгі бөлігін қосамыз. Көкірек тұсын қосамыз. Мына жерінен выточкиін шығарып тастадық. Одан кейін жанын қосатын боламыз. Одан кейін астыңғы бөлігін қосатын боламыз. Мына жерде выточкалар шығып кетті, облегающий. Міне тіктім жоғарғы бөлігін. Енді оңғаратып, жақсылап үтіктеп шығамыз. Тігісі ішіне қарай қарау керек. Енді төменгі жағын қосып тігіп аберлоктап шығамыз. Әдемілеп осы жерін қосамыз бір-біріне. Міне қосып шықтық. Енді жақсылап үтіктейтін боламыз. Әдемілеп үтіктеп шығамыз. Міне қалтасы осылай шығады. Одан кейін жанын қосатын боламыз. Міне жанын қосамыз. Одан кейін планкасын тігетін боламыз. Бірақ алдымен міне жанын қосып шықтым. Жандарын бір-біріне тіктім. Иық тігістерін бір-біріне тіктім. Осындай әдемі аберлок тап. Әдемілеп тігіп шығамыз. Енді мынау тігістерін қосатын боламыз. Астыңғы бөлік юбкасын қосамыз бір-біріне. Боковушкаларын қосып тіктім. Енді оңғаратып үтіктеп шығамыз. Мынау өте жақсы 5 жіптік аберлок. Сразу аберлоктап тігіс жасап береді. Аберлок іздеп жүрсеңіздер, осындай аберлок алыңыздар. Жақсылап үтіктеп шығамыз. Мынау планканы қосып тігу керек. Ширинасы әртүрлі, кім қалай қалайды. Менде бұл қазір 7 сантиметр болып тұр. Қазір осылай тігіп шығу керек. Бірақ алдында облегающий жасау үшін выточки тігіп шығатын боламыз. Одан кейін қосатын боламыз. Міне выточки тіктім. Юбкасына және үстіңгі бөлігіне, артқы жағына выточки керек. Одан кейін барып қана
белін қосатын боламыз. Кішкене жетпей тұрады. Посадка жасап қосып шығатын боламыз. Сол кезде әдемі облегающий болып шығады. Мені қосып шықтым. Енді оңғаратып жақсылап үтіктейміз. Сонда бір тегіс әдемі болады. Посадкасы білінбейді. Енді аптачкасын тігетін боламыз. Аптачкасын тура алдына дұрыстап тігіп шығамыз. Мені тігіп шықтым. Үтіктейміз жақсылап. Одан кейін сарафанымызға қойып, мойнынан, алдынан жақсылап енемен қыстырып аламыз. Одан кейін 1 сантиметр тігіп шығамыз. Мені жақсылап қыстырдым. Артығы босалып тастаймыз. Сәл алдыңғы бөлігі аптачкасы 1 сантиметр кем болу керек. Сәл посадка жасаймыз сол кезде әдемі болып шығады. Осы жерінен мені тігіп шығамыз. Тігіп шықтым 1 сантиметр. Енді оңғаратып 0,1 аптачка жағынан тігеміз. Сол кезде жақсы жатады. Мені тігіп шықтым, оберлоктадым. Енді жақсылап үтіктейтін боламыз. Мені 0,1 строчка жүргізгеннен кейін аптачкасы жақсы жататын болады. Осылай тігіп шықтым. Қолтығын негізі аптачка болу керек, бірақ мынау мата оберлоктап қайырып тігуге жатады екен трикотаж болғаннан кейін, және астыңғы жағын оберлоктап 2 сантиметр қайырып тігіп шығамыз. Сонымен мен оберлоктадым. Енді осыны 2 сантиметр тігіп шығамыз. Және жанын, қолтығын оберлоктап тігіп шықтым. Үтіктейміз жақсылап. 1 сантиметрдей тігіс тіктім. Жақсылап үтіктейміз. Мені қыздар, енді түйме тігеміз. 6 түйме арасы 7 немесе 9 сантиметрден тігіп шығамыз. Мені қыздар, осымен сарафанымыз дайын. Осындай әдемі сарафан 1-2 сағатта тігіп шықсаңыздар болады. Сау болыңыздар.